жеріңді, тарихыңды құрметтеңдер. Өйткені туған жерін сүймеген адам өз болашағын да бағалай алмайды. Біз бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз. Бірақ осы тыныштық пен еркіндік бізге оңай келген жоқ. Оның артында қаншама батырлардың ерлігі, аналардың көз жасы, халықтың төзімі жатыр. Сол батырлардың бірі Әлия Молдағұлова. Ол жас болса да жүрегі отан деп соқты. Елін қорғау үшін майданға аттанып, ерлікпен шайқасты. Оның батылдығы бізге мәңгі үлгі. Одан әрі батырлар алаңы. Өткен мен бүгінді жалғап тұрған қасиетті мекен. Бұл жерге келген сайын біз батырлардың рухын сезінеміз, олардың ерлігіне тағзым етеміз. Ал мәңгілік алау батырларға деген мәңгілік тағзымның белгісі. Оның алауы ешқашан сөнбейді. Дәл сол сияқты батырлардың есімі де халық жадынан өшпейді. Мәңгілік алау бізге бейбіт өмірдің қандай үлкен құрбандықпен келгенін еске салады. Бұл жерге келген әр адам жүрегінде алғыс пен құрмет сезімін сезінеді. Себебі бұл алау батырлардың рухына арналған үнсіз тағзым, ұрпақтың мәңгілік естелігі. Біз, жас ұрпақ, осындай батырлардың ерлігін ұмытпауымыз керек. Тарихты білу, болашақты дұрыс құраудың негізі. Батырларды құрметтеу елге деген құрметтің белгісі. Сондықтан әр қайсымыз өз елімізді сүйіп, жерімізді қорғап, ата-бабамыздың ерлігін мақтан тұтуымыз керек. Әсем гүлін құшаққа жиып өскен аққу құстың бейне бір баласында